Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуіңізді сұранамыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кейбатулланың қабырғасын ұстауын нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Алматылық зейнеткерлер немересі көліктен түсіп қалғанын байқамай қалған. 64 жастағы алматылық зейнеткер әйелі және де немересімен бірге Сочиден Алматыға келе жатады. Жолда зейнеткерлері кампингке тоқтап көліктен 15 минутқа шығып кетеді. Осы кезде көліктің артқы орындығында ұйықтап жатқан немересі көліктен түскен. Мұны байқамай зейнеткерлер көлігіне отырып кетіп қалған. Тек қарттар немересінің жоқтығын Қызылорда облысының шекарасына жеткенде бірақ білген. Ырғыз аудандық полициясы қызды тауып ата-әжесіне аман-есен тапсырған. 15 жастағы жасөспірім жолай өткен жүк көлігін тоқтатып ата-әжесін қуып жетуге әрекет жасағаны анықталды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.